Сәлеметсіздер ме қыздар, бүгін мен сіздермен творожный пирог жасау жолымен бөлісем. Ол үшін бір жұмыртқа аламыз. Жұмыртқа жылы болу керек, және де оған 5 граммдай дрожж қосып бір шетке жылы жерге алып қоямын. Лимонның шырыны 10 грамм, 72% сары май 60 грамм, қант 80 грамм, жұмыртқа менен дрожжымды араластырып жатырмын. Әрқайсысын өз алдына осылай араластыра аламыз. Келесі қант. Өлшеп алған қантымызды қосып араластырып жатырмын. Лимон шырыны. Осыдан кейін лимонның шырыны өте әдемі иіс шығарады. Және де сары май. Сары май менде өте еріген емес, бірақ жылы, сондай бір жылы жерде біраз тұрды. Комнатный температура, сондай. 180 грамм ұн және 2-3 грамм кориандр. Кориандрдан аздап өз қалауыңызға қарайсыз. Қамырды әбден араластырып алып, формаға орналастырамыз. Формамыз менде 26 сантиметр көлемді, сондай. Қамырды орналастырғасын, оны жылы жерге қоямыз. Себебі мен дрожж қостым. Сіз дрожжды қаламасаңыз, разрыхлитель қоссаңыз болады. Келесі творог 560 грамм, сметана 40 грамм, қант 80 грамм, кукурузный крахмал 30 грамм, және де сары май 30 грамм. Творогымызға ең бірінші қантты қосып араластырамыз. Әрқайсысын қосқан сайын араластырып тұрамыз. Ертіп алған сары майымызды өте ыстық болмасын. Осылай әрқайсысын қосқан сайын араластырып тұрамыз. Негізі миксер қолдансаңыздар болады. Мен қолмен жасап жатырмын. 20% қаймақ қостым. Дүкеннің қаймағы. Үйдің 2 жұмыртқасы. Үйдің жұмыртқасы өте үлкен болды менде. Егер дүкендікі болса, 3 қоссаңыздар болады. Кішкентай, сондай средний болатын болса. Мынау кукурузный крахмалымыз, өлшеп алған. Ең соңында қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып, әбден араластырып болғасын, формамызға, дайын формамызға құйып, оны духовкада 160 градуста 40 минут пісіреміз. Менде қамыры ерекше болып пісіп шықты. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, комментарий жазыңыздар. Барлығын оқитын боламын. Мен қарағандарыңызға рахмет.